Әлемдегі ең алғашқы зәулім ғимарат Empire State Building'тің салынғанына 85 жыл толды. Аспанмен таласқан нысан әлі күнге дейін өз сәулетімен халықты таңдай қақтырып келеді. Атаулы күн қарсаңында тілшілеріміз Empire State Building'тің 102-ші қабатына көтеріліп, ғимарат директорымен сұхбаттасып қайтты. Биіктігі 443 метрлік ғимараттың жоғарғы қабатынан бүкіл Нью-Йорк қаласының келбетін көруге болады. Нысан 1931 жылы небәрі 410 күн ішінде салынып біткен. Осы уақытқа дейін Американың бас нышанында өрт те өзге де қайғылы оқиғалар болған екен. 1945 жылы кешеннің соңғы қабаттарына бомбалаушы ұшақ соғылса, адамдар да атақты ғимараттың төбесінен құлап өмірлерін қиған кездерде жоқ емес. Empire State Building обсерваториясының директоры Жан-Ив Гази нысанның құрылысы рекордты кезеңде жүргізілгенін айтады. Мысалы, мына жерден құрылыс материалдарының жоғары қабаттарға қалай жеткізілгенін немесе мамандардың металл құрылымдармен қалай жұмыс істегенін байқауға болады. Идея General Motors компаниясының бұрынғы басқарушы директорларының бірі Джон Раскоптікі. Ол Chrysler Building'ті салған магнатпен бәсекелескен. Empire State Building'те Голливуд артистерінің қатысуымен көптеген фильмдер түсірілген. Бүкіл әлемге танымал Кинг-Конг киносының үзіндісі де солардың қатарында. Бізге Том Круз, Селин Дион, Пенелопа Круз, Риана сынды белгілі адамдар келіп тұрады. Біреулер келетін жайлы алдын ала хабарласа, Селин Дион баласын ертіп күтпеген жерден келді. Біз оларға бөлек экскурсия өткіздік. Ал кешен төбесінің түсі елде болатын маңызды оқиғаларға байланысты күнде өзгеріп тұрады. Ондағы қызметкерлердің киімі арт-деко стилінде тігілген. Және ғимараттағы 6514 терезені ауыстырмай-ақ оны жетілдіру арқылы жарық өткізу мен жылу сақтау мүмкіндігі арттырылды. Бүгінгі таңда бұл кешенді энерготиімділік үлгісі деп атауға толық негіз бар. Орташа есеппен барлық ғимараттар электр энергиясының 80%-ын қолданса, біз оның 40%-ын үнемдейміз. Жыл сайын ақпан айында атаңызға айналған ғимарат алдында жүгіруден жарыс ұйымдастырылады. Қатысушылар 10 минут ішінде баспалдақпен жоғары жүгіріп шығуы тиіс. Дариға Ташенова, Майра Кабиева, Майк Джоэл, Нью-Йорк, ақш.